Сәлем достар. Химия есептерін нөлден бастап шығарып үйренгіңіз келетін болса, онда осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Есептің берілген шарты мынадай. Массасы 62 грамм 5%-тік мыс 2 валентті сульфатының ерітіндісіне 31,2 грамм 20%-тік барий хлориді құйылып, ерітінді сүзілді. Ерітіндіде қанша грамм тұз бар және қанша тұнба түзілген. Осы есепті шығарып үйренетін боламыз. Есепті міндетті түрде соңына дейін қарап алыңыздар, және де қалам қағаз алып сізде бірге жазып отырсаңыз өзіңізге әлдеқайда түсініктірек болады. Ең бірінші берілгенін жазып алайық. Берілгені деп жазып, табу керек түзілген тұнба және тұздың массалары. Тұнба дегенді мен былай белгілеп қояйын. Тұнбаның белгісі, яғни төмен қараған стрелка. Бұл тұнба екендігін білдіреді. Ал енді бізге қажетті реакция теңдеуін жазып алайық. Купрум SO4 пен барий хлориді әрекеттескен. Нәтижесінде бұл жерде не мен не түзетінін білу үшін өте оңай. Бірінші тұрған затымыз, мына жерде 3 түрлі элементтен тұр, алайда бұны 2 бөлікке қарастырамыз. Қараңыз. Купрум бірінші бөлігі, екінші бөлігі SO4. Яғни бұл жерде бірінші реагентті 2 бөлікке бөлдік. Соның бірінші бөлігі, яғни купрум бізде. Купрум мен екінші реагенттің екінші бөлігі қосылады. Қараңыз. Бірінші бөлігі, яғни бірінші орында қала береді. Бірінші жазылып тұрса, яғни өнім түзілгенде де дәл осылай бірінші жазылады. Екеуінде де. Екінші жазылған заты да екінші жазылады. Алайда бұл жерде орындары алмасады жай ғана. Яғни бұл жерде SO4-тің орнына хлор келеді, барийдің орнына купрум келеді. Сол кезде қалай болады? Купрум хлориді, астына жазайын. Купрум хлор 2. Өйткені бізде 2 деп жазуының себебі, бұл жерде купрумның 2 валентті екендігі айтылған. Және де барий SO4 плюс екінші жаңа зат барий SO4. Яғни бізде реакция нәтижесінде жаңа заттар түзіледі, өнімдер. Бұл жерде зарядтарын ергіштік кестеден қарап біліп алсаңыз болады. Яғни купрум бұл жерде 2 валентті, яғни 2 плюс. Мынау SO4 ионы да 2 минус. 2 болғандықтан жазылмайды ешқандай индекс. Сонда купрум SO4, барий хлориді барий 2 плюс, хлор минус. Сол кезде мына 2 мына жерге түсіп отыр, сондықтан мына жерде 1 жазылмайды. Түзілген кезде купрум хлормен қосылып 1 зат түзіледі. Барий SO4 пен қосылып 1 зат түзіледі. Яғни бұл жерде барий SO4 бізде тұнба екен. Ергіштік кестесіне қарайтын болсақ, барий мен SO4-тің қиылысқан жерінде ерімейді деп тұрады. Ол деген сөзіміз, яғни ол тұнба дегенді береді екен. Қалған ериді деген жердің барлығы бізде осындай қарапайым тұздар екен. Ериді, яғни ерітінді де бар деген сөз. Ал енді бізде белгілі болды. Мына жерде тұз және тұнбаның массалары деп тұр. Яғни тұзымыз купрум хлориді табу керек X грамм, және де тұнбаның массасы. Бізде берілген заттар, бұлар купрум SO4-тің массасы берілген, проценті берілген, барий хлоридінің массасы және проценті берілген. Егер осындай жағдай болатын болса, біз есепті келесі формуламен шығаратын боламыз. Яғни бұндай жағдайда, мысалы қараңыз, купрум SO4-тің массасы және проценті берілсе, өзінің таза массасын анықтау үшін бір-біріне көбейтеміз. Ол былай болады. Масса купрум SO4 тең
мына жерде 62 62-нің өзін жазамыз, көбейту 5% деп тұр. Пайызды 100-ге бөліп жібереміз, яғни пайызынан құтылу үшін. Сол кезде 0,05 болады. 62-ні 0,05-ге көбейткен кезде 3/1 грамм. Яғни бізде бұл купрум СО4-тің таза массасы 3/1 грамм екен. Келесі, барий хлоридінде де тура солай, яғни масса берілген және пайызы берілген. Өзінің таза массасын анықтап аламыз. Барий хлор 2 тең 31/2 көбейту. Тура мына жерде де сондай 20%. Пайызынан құтылу үшін 100%-ға бөліп жібереміз. Сол кезде пайыздар кетіп қалады, қысқарып. Сол кезде бізде 0,2 болады екен. Көбейтеміз. 31/2-ні 0,2-ге көбейткен кезде 6,24 грамм. Яғни бұл бізде барий хлоридінің таза массасы. Енді осы таза массаларын біз пайдаланып, олардың зат мөлшерлерін анықтайтын боламыз. Бізге қажетті формула келесідей. Мына жер көрінбей қалыпты, яғни бізде 6/24. Қажетті формуламыз келесідей болады. Мынаны өшірейін. Осы жерге мен қолданатын формуланы жазып қоямын. Зат мөлшерін табу формуласы ню тең м бөлінген м-ға. Бұл жердегі м, үлкен м, мр-ға тең. мр, яғни бұл салыстырмалы молекулалық массасы екен, иә. Ал енді бірінші біз мрлерін тауып алайық, яғни м мр-ға тең деді. Сонда мына әр қайсысына мрін есептеп алатын боламыз. Бірінші купрум СО4-тің мрі. Купрум СО4, купрум 64 қосу. СО4-ті жатқа білемін, немесе бұны есептеп қоссаңыз болады, яғни 16-ны 4-ке көбейтесіз, қосасыз 32-ке, сол кезде 96 болады. Екеуін бір-біріне қосқан кезде 160. Келесі бізде м тең барий хлорид үшін барий 137, хлор 2, яғни 35-те 5-те 2 көбейтеміз, сол кезде 208 болады екен. 208 бұл барий хлориді үшін. Енді осы зат мөлшерін әр қайсысы үшін тауып аламыз, яғни купрум СО4 үшін, барий хлориді үшін. Бұны мен мысалы мынаны 1 деп алайын, купрум СО4-ті 1, және мынаны 2, мысалы бұны ню 1 деп алсам, яғни бұл купрум СО4 үшін. Бірінші массасы. Біз мына массаны алмаймыз уже, яғни біз мынау процентімен есептеп алған таза массаны қолданатын боламыз. Осы жердегі масса үшін, мына масса үшін. Яғни 3/1. Купрум СО4 үшін 3/1 бөлінген мрі, яғни купрум СО4-тің мрі мінекей мынау. Бірінші ғой, біз біріншісін тауып алдық, мынау екіншісін. Бұл 160. Тең 3/1-ді 160-қа бөлеміз. 3/1-ді 160-қа бөлгенде 0,019. Екіншісі м деп жазып қой. Екінші зат мөлшері. Енді бұл барий хлоридінің зат мөлшері. Мынау табылған таза массаны қолданамыз. Дәл осы формула, яғни м-нің орнына 6/24. Егер мен қатар жазып отырып шығаратын болсаңыз, өте түсінікті болатын болады. Қазір мына жерде кейбіреулерін өшіріп отырмын. Сондықтан шатасып кетпеңіз. М бұл барий хлоридінің м үшін. Мінекей мынау М2 дедік қой, барий хлоридінің м 208, яғни мрі. Тең бөлген кезде 0,03 болады екен. Ал енді мына жерде көрінбей қалды ма? Мінекей.
Ал енді осы екі мр біз екі зат мөлшерін салыстырамыз. Қайсысы кіші? 0,019 әлде 0,03? Әрине 0,19 кіші. Осы зат мөлшерін пайдаланып, біз түзілген өнімдердің массаларын табатын боламыз. Ол үшін дәл осы формула қайтадан пайдаланады. Тек қана түрлендіретін боламыз. Яғни бұл жерде нью тең м бөлінген м болатын болса, енді масса тең нью көбейтілген м болады екен. Жай ғана бұны біз түрлендіреді екенбіз. Нью көбейтілген м-ға. Енді дәл осы формула қолданылады келесі бөлімде. Яғни бұл бізде мынау тұздың, тұнбаның массалары осы арқылы есептелінеді. Яғни осы бір таңдап алынған зат мөлшері арқылы біз олардың массаларын табады екенбіз. Мына жерде мен өшіріп тастайын. Қазір біз м тең мр деп мрлерін тауып алатын боламыз. Мінекей мына жерде келесі бөлімінде біз м тең мрға деп мен әрқайсысының мрлерін таудым, мдерін. Яғни бұл купрум хлор 2-нің, яғни купрум хлоридінің, мыс хлоридінің мрі бізде мынаған тең 135-ке. Яғни купрум 64, хлор 2 71. Өйткені қараңыз 35-те 5-те 2 көбейткенде 71 болады. Екеуін қосқанда 135 болады екен. Одан кейін бізде тұнба барий S4-тің м бізде барий 137 қосу S4 бізде 96. Яғни S32 16, 16-ны 4-ке көбейтеміз, қосамыз 32-ке 896 болады. Яғни екеуін қосқан кезде 233 болады екен. Енді әрі қарай біз бағанағы таңдап алынған зат мөлшері арқылы олардың, яғни осы тұз бен тұнбаның массасын анықтап алатын боламыз. Яғни біз мына формуланы пайдаланамыз. м тең нью көбейтілген м. м-дарын тауып алдық. м-дары табылды. Есептеп алдық. Енді нью бағанағы біз таңдап алған зат мөлшері. Ең кіші зат мөлшері. Яғни сонда олардың массалары келесідей болады. Бірінші масса купрум хлор 2 тең нью дегеніміз бағанағы таңдап алынған зат мөлшеріміз 0,019 көбейту. Оның м-і 135. 135 тең көбейткенде 2,57 грамм болады екен. Келесі масса барий S4 тұнбасы үшін тура осы зат мөлшері алынады. Яғни екеуіне де алады екенбіз. Таңдап алған зат мөлшеріміз. Яғни ең кіші зат мөлшерін таңдап алдық. Сол арқылы келесі заттардың массасын табуға болады. Бұның м-і барий S4-тікі 233. Тең 4,43 грамм. 4,43 грамм болады екен. Мінекей достар, мен өте түсінікті етіп айттым деп ойлаймын. Яғни егжей-тегжейлі түсіндірдім. Егер сіздерде осындай берілгендерінде проценті бар, массасы бар болса, сіз одан қорықпаңыз. Әрине оны осындай жолмен, қарапайым жолмен шығаруға болады. Егер сонда да сізде қандай да бір сұрақ болатын болса, осы есепке қатысты міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Мен жауап беретін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.